Қайырлы күн семейліктер. Бүгін міне біз бейбітшілік аралығында тұрмыз. Жасаймыз, сделаем деген акцияның ұйымдастырушылардың бірі Құралай ханыммен. Құралай ханым, айтып көрсіз бе өзіңіз жайлы? Қалай, қайдан келдіңіз? Мен осы Семей өңірінің тұрғынымын. Осы мединститутты бітіріп, осы жақтағы анама жылда келемін. Содан кейін осы жерде өзім таңертең ерте 10.000 қадамымды жасаймын. Сонда келіп жатып қарасам, анау ит мұрынды көрдім, сондай гүлдеп өсіп тұр екен. Соның түбінде қоқыс жатыр. Содан кейін анау ғажайып ит мұрынның жанында қоқыс жатқанда біртүрлі болып өзіме әсер қалдырды. Келе жатып ойладым, егер біз осылай болса, ары қарай барсақ, мынау қоқыс ит мұрынның түбінде емес, ит мұрын сол қоқыстың түбінде қалатын түрі бар. Содан енді адамдарға бұны айту керек, жеткізу керек деген ой келді. Қандай қадам керек? Сол бірінші сенбілік өткізу керек. Содан Фейсбукқа жаздым. Онда маған Майра Абенова шықты. Одан Арман Машилов келді біздің. Содан кейін мен клубқа барам, Гербаев, олар да келіп, сол бірге. Негізі өзіңіз қазір тұрып жатқан жеріңіз Алматы? Мен тұрып жатқан жерім Алматы. Сол мен өзім, анам осында тұрады. Соны анда-санда келіп, сол осы арал ең бір адамдардың денсаулығын сақтауға арналған жер. Өйткені басқа жерде серуендей алмайсың. Сол ит мұрын астында көрген қоқысты көріп, ішіңізді ашып, осы ой келді, сенбілік жасайды. Сондай бір әсер керемет қалдырды. Өйткені анау ғажайып ит мұрын өзі дәндерді өсіп, ит мұрын өсіп тұр, одан гүлдеп тұр. Соның түбінде адамдар әкеліп, ол бұлай жай лақтыра салған емес. Әдейі әкеліп тастаған қол. Үйінің құрылышы біреуді үйінде ремонт жасап, сода әкеп тастаған. 11 күні бұл акцияны бірталай адам қолдап келді. Бұл акцияны ары қарай тоқтамайды. Өйткені біз тоқтауға жол бермейміз. Бұның түпнұсқасы біздің адамдардың сана сезіміне. Сол келе жатқан, өсіп келе жатқан біздің бүлдіршіндерімізге, жастарымызға осыны жеткізу. Біз егер мына табиғатты өзіміз аялап, өзіміз қорғамасақ, біздің басқа біреу шетелден келіп бізге істеп бермейді. Осы біздің отанымыз осы жер. Сол мына ата-бабамыз бізге осындай таза жерді берді. Біз өз ұрпағымызға қан мен термен бұл жерді бізге алып қалды. Біз енді келесі ұрпаққа да таза қалдыруымыз керек. Бізге қызығушылықпен қарайды бәрі. Осындай жерлер бар, мынандай орман таулары бар, өзендері бар. Бұндай жерге елдер жете алмай жүр. Ал біз болсақ соны бағаламаймыз. Николай Николаевич Исаев айтқандай, бұндай арал Қазақстанда басқа жерлерде жоқ. Евразия континентінде бір редкий дейді ғой, бұндай арал. Оны да жай көзбен қайда 10 минут мына акиматтан келе жатасың, 10 минут қаланың орталығынан. Сен бұл жерде қоянды көресің, борсықты көресің, бұл деген ғажап қой. Бұндай жерде ешкімде жоқ. Енді мен де өзім келдім, мен келсем жайы жинастырдым да, енді қатынға бару керек болды, кетіп қалдым. Сіздер бір хатқа қол қойдырыпсыздар. Ол үндеу жасадық біз, өйткені бұның адамдардың сана сезіміне бір жоғардан да біздің халықтың өзінің ойлаған ойлары бар. Өйткені үкімет жағы да бізге көмектесу керек. Біздің полицейлер бар, бюджет бөлінеді, соған сергектер қойса, автокөліктер келеді, өзінің қоқысын алып келеді, соның бәрін бақылап көріп отыратын. Содан кейін біздің санитарлық қызметіміз бар. Олар да адамдармен жаздың күні демалып жатқанда келіп айтса, мына жерде профилактикалық жұмыс жүргізсе.
мына жерде қоқыс тастауға болмайды, осындай штраф болады сендерге, соны төлейсіңдер, егер мына жерде енді бірінші рет оларға түсіндіру керек, түсіндіру жұмыстарын. Оны біз өзіміз жалғыз жүріп айта алмаймыз, оны енді оқу мекемелерінде, содан кейін үкіметтің барлығы енді өзінің қолында бар ғой, сондай шаралар өткізсе деп ойлаймыз. 11 күн жиналған қоқыстың қасында тұрмыз біз. Мына жерде медакадемия жұмыс істеп, мынанша қоқыс жинап осы маңайдан. Бірақ та енді қалып қалды ғой. Енді оған бірнеше біз хабарласқанбыз, бастығына шыққанбыз ЖКХ-ның. Ол кісі айтқан, сол күні қам жемеңіздер, алып кетеді деп, 3 күн болды, мен өзім зарғақсап күнде телефон шаламын, бірақ әлі әкеткен жоқ. Бұны көрген адамдар да түңіледі ертең. Айтады, біздің еңбегіміз зия кетіп жатыр, ит құсы ары-бері талап, желмен бәрі ұшып, қайтадан қоқыс шашылып жатыр. Енді бұл біздің сол мекемелерімізде отырған адамдардың да сана сезімі кішкене өзгеру керек. Біз жік-жік болмай, бәріміз бірге қосылып істеуіміз керек. Енді мына эфир арқылы атқарушы билігімізге, Семей қаласының, енді халық ақысыз жұмыс істеп, осы тазартып беріп, ары қарай енді сіздер алып кетсеңіздер, осы сенбі күні тағы да сенбілік болады. Мына жақта тағы да жиналмай алған жерлері бар, соның бәрін жинап тастасақ. Оған немқұрайды қанамай, менікі емес, нем кетті, анау қазақта сөз бар, нем кетті. Неміз кетіп бара жатқан жоқ ешкімнің, бірақ біздің мына аралымыз кетіп қалуы мүмкін. Дұрыс айтасыз. Сондықтан осы жолы жинап тастап, ары қарай қоқыс болмайтындай жағдай жасау керек. Дұрыс па? Сол жағында шараларды біз жаздық, соның бәрін орындаса, біздің аралда күнде келіп мынандай қап-қап қоқыс жинамаймыз. Адамдардың өздері осы қоқысын алып кетіп отырады. Егер біздің айтқан шараларымыз орындалса. Мына Даниял Ахметов жол біздің Семейдің қаласына келген кезде осы аралымызда үлкен құрылыстар жүріп, мына жерде спорт комплекстер саламыз деп ақпарат шықты. Оған қалай қарайсыз? Ол енді бұл әлгі қотырын қасыма дейді ғой, аурудың. Бұл жерде жалғыз осы бірегей аралға адамдар келіп өздерінің денсаулығын түзеп жүр. Күнде таңертең мен өткенде ондаған адамдар жүр. Енді осы қаладағы 5 парк жабылды, енді мынау орталық паркымызды көрсек, анау жол жерге кіріп кете жаздадық. Басқа қаладан келіп түсіп жатыр, ана жерде арамшөптен басқа түк жоқ. Адамдардың серуендейтін жері де жоқ. Бір-екі шыршалар орнатқан, қурақпаған, арамшөп жауып тастаған оны. Енді мынау жалғыз аралымыз және бірегей арал, бұндай Евразияда жоқ бұндай арал. Сондықтан бұл керемет масқара жағдай, өйткені адамдар енді қайда барып денсаулығын. Мен институт радиологияда болдым, сонда айтты. Мынау коронавирустан кейін адамдардың денсаулығы өзі бұрын біздің бәріміз мынау радиацияның несінен зардап шеккендерміз. Денсаулығымызды түзейтін осы бірақ жер. Енді ол бұл жер жабылып қалса, адамдар қай жерге барып денесін шынықтырады. Дұрыс айтасыз, енді бірдеңкелер салатын болса, мұнда көптеген техника келеді. Техника келеді дегі, онда жай техника емес, үлкен строительный техникалар келеді дегі, орын өз зиян келтіреді деп ойлаймын. Ол бір, содан кейін бұл жерге спорт комплекс қойды, оның маңайын қоршап тастайды, жауып тастайды. Одан кейін кафелер, анау-мынау саламыз дейді, олар да өздерінің маңайын жауып тастайды. Сонда адамдар қай жерде жүреді, қай жерде демалады, қай жерде серуендейді, жүгіреді. Мұнда қанша балалар келіп, мен күнде таңертең көремін, ролик тебеді. Ол тренерлармен келіп 20 шақты адам жаттығады. Велоспорттың өздерінің тренерларымен 30 шақты адам келіп жаттығады. Олар қай жерге барады?
Бізде жалғыз жер ал ана жақтағы Қарағайлы жақтағы спорт Осы комплекске қалпында қалса жақсы болады, осы табиғи. Осы қалпында қалса табиғи, өйткені бұл жерде өте маңызы зор. Бұл өзіміздің бірегей ешкімде жоқ аралымыз. Жалғыз, тағы да қайталаймын, жалғыз адамдардың өзінің денсаулығын түзейтін жер осы жер. Жақсы, рахмет.